Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге сымбатты Health арнасы. Бүгінгі видео көптің таңдауы әрі сүйікті тағамы болған қара бидай нанның ағзаға тигізер пайдасы мен зияны туралы болмақ. Нансыз тағамды елестету мүмкін емес. Нанның барлық түрінің ішіндегі ең атақтысы мен пайдалысы қара бидай наны. Оның сол ақ наннан ерекшелігі қара бидай ұнынан аштықсыз қосылады. Ал өңделгенде астық қара бидайды пісіру үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Соның арқасында ол барлық пайдалы қасиеттерін сақтайды. Адамдар қара нанды ғасырлар бойы жеп келеді және оның пайдасына күмән келтірмейді. Ал сіз де зиянды болуы мүмкін екендігі туралы ойламаған шығарсыз. Күмән тудыратын себебі бүгінгі таңда нанның өзі өзгерді. Сондықтан қара бидай нанның пайдасы мен зияны туралы айту орынды. Ал енді қара бидай нанның ағзаға тигізер пайдасы туралы айтатын болсақ, қара бидай нанның құрамында қорытылмайтын талшықтар көп. Бұл талшықтар тағамның сіңірілу мен ас қорыту жолының жұмысын жақсартатын жасұнықтар ретінде белгілі. Оған қоса, қара нан ағзадағы улы заттар мен шлактарды шығаратындықтан, ол ішек жолдары ауыратын адамдар үшін өте пайдалы. Қара бидай нанының калориясы аз. Бөлке нан қаншалықты қара болса, оның құрамындағы қара бидай ұнының мөлшері де соншалықты көп. Демек, калориясы аз. 100 грамм ақ нанның құрамында 250 килокалория болса, қара нанның 100 граммында 174 килокалория бар. Осы себепті арықтағысы келетін адамдарға тамақпен бірге ақ наннан гөрі қара нанды жеген жөн. Қара бидай нанның құрамында амин қышқылдар мен дәрумендер көп. Қара бидай дәнінің құрамындағы заттардың бидай дәнінің құрамындағыдан айырмашылығы аз. Алайда өңдеуге бидайдан қарағанда қара бидай дәні төзімді келеді. Сол себепті де бойында пайдалы заттар көп сақталады. Қара бидай наны қан аздық пен жүктілік кезінде пайдалы. Қара нан қан жасушаларының құрылуына, ұрықтың жетілуіне көмектесетін магний, темір сынды пайдалы полиэлементтерге бай. Сонымен қатар, қара нан қандағы гемоглобин мөлшерін көтереді. Қара бидай наны кейбір аурулардың алдын алуға көмектеседі. Қара нанды тұрақты жеу онкологиялық ауруларға алып келетін қатерлі ісіктің пайда болу қаупін төмендетеді. Бұл тағам қант диабетінің алдын алуға көмегін тигізеді. Ғалымдардың жүргізген зерттеуі бойынша, ақ нанның орнына қара нан жейтін әйелдердің қант диабетіне шалдығу қаупі 3 есеге төмен. Ал енді қара бидай нанның зияны туралы айтатын болсақ, айтарлықтай артықшылықтардан басқа, қара нанның дәрігерлер мен диетологтардың ұсынғанына қарамастан, оның зияны туралы айтуға негіз бар. Қара нан денеге нашар сіңеді. Біздің организміміз қара нанның витаминдері мен пайдалы микроэлементтерін бидай ұнынан жасалған нанға қарағанда баяу өңдейді. Бұл ағзаға қосымша жүктеме береді. Сондықтан, тек қара бидай нанын қолдану мүмкін емес. Кейде оны ақ нанмен алмастырып тұрған дұрысырақ. Қара бидай наны бидайға қарағанда қышқыл. Бұл қасиеті көгерудің пайда болуына қарсы тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бұл қасиет қышқылдылық немесе ойық жара сияқты ішек ауруларымен ауыратын адамдар үшін де өте қауіпті. Егер тәулігіне 100-150 граммнан аспаса, қара нан зиян келтірмейді. Егер сіз қара нанды қуырылған етпен жесеңіз, асқазанның ойық жара ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан оны сүтпен, жаңа піскен көкөністермен және сорпалармен тұтынған дұрыс. Қара наннан максималды пайда алу үшін басқа да көптеген тағамдар сияқты оны ақылға қонымды мөлшерде жеу керек. Егер сіз қара бидай нанын дұрыс әрі ұтымды пайдаланбасаңыз, оның ағзаға тигізер зияны көп. Қара бидай нанын мейлінше жоғарыда айтылып өткендей сорпамен, сүтпен, жаңа піскен көкөністермен тұтынған жөн. Сонда ағзаға тигізер пайдасы орасан зор болмақ. Достар, видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кет. Сіздер үшін 1 секундтық іс. Мен үшін сіздерден үлкен қолдау болмақ. Сау болыңыздар.